Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 2-ші сынып математика сабағы 29-ші сабақ. Массаның өлшем бірліктері. Бүгінгі сабақты көрден алды. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар, қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Бүгінгі бірінші есебіміз бүгінгі сабақтың суреттерге қара сұрақтарға жауап бер. Бұл жерде бізге суреттер берген, қарбыздың суреттері берген балалар. Бұл жерде кіші қарбыз, мына жерде таразы, одан кейін осы үлкен қарбызды салмағын салыстырған. Мысалы, үлкен және кішкентай қарбыздардың массасы анықта дейді. Бұл жерде кіші қарбызымыз 2 килограмм деп тұр, ал үлкен қарбызды 5 және 1 килограмм деп тұр. Сол кезде тең есіп тұр мына жақта тасқа, картаспен. Сонда бізде кіші қарбызымыз 2 килограмм болады, үлкен қарбызымыз 6 килограмм болады екен, бірақ кіші қарбызымыз, үлкен қарбызымыз басып кеткен мұнда, несінде тапсырмасында суретте. Қай қарбыздың массасы екіншісінен артық дейді. Үлкен қарбыздың массасы екіншісінен артық болады. Неше килограмм артық дейді. 6, мынау 6 килограмм, мынау 2 килограмм болса 4 килограмм артық болады. Үлкен қарбыз. Суреттер бойынша өзің басқа сұрақтар қой дейді. Ауыр заттардың массасын анықтағанда массаның ірірек өлшем бірлігі центнерді пайдаланады дейді. 1 центнер дегеніміз 100 килограмм болады екен балалар. Келесі есебіміз суреттерге қара дейді, сұрақтарға жауап бер дейді. 1 центнер қант сатып алу үшін 10 килограммдық қант салынған неше қап қажет дейді. 1 центнер дегеніміз бұл 100 килограмм, Ол үшін бізге 10 килограммдықтан 10 қап керек екен. 10 килограммдықтан 10 қап қажет болады. Ал 25 килограммдық қантқа 250 килограмм болады. Мысалы, 1 центнер 100 килограмм есептегенде. Сонда 25 қап болады екен. Келесі 50 көбейту 10 килограмм болады. 500 килограмм болады. Бұл 50 килограммдыққа 50 қап қажет болады екен балалар. Келесі есебіміз салыстыр дейді. 1 центнер 10 килограмм үлкен бе? 1 центнер әрине 1 центнер. Өткен 1 центнер дегеніміз 100 килограмм. 8 центнерде 7 центнерде 8 үлкен болады. 100 килограмм мен 1 центнер дегеніміз бұл тең болады. 100 килограмм дегеніміз 1 центнер дегеніміз. 65 килограмм және 1 центнерде әрине 1 центнер үлкен, өйткені бұл 100 килограмм. Осылай үлкен кіші белгісін қоясыздар салыстырып. Келесі 4-ші есепте 1 центнер неше центнер кем дейді. 6 центнерде нешесі. Ол үшін 6 центнер азайту 1 деп аламыз. Жауабы 5 центнер болады. Келесінде 3 центнер 8 центнер дейді. 8 центнерден 3 центнерді алып тастаймыз. 5 центнер болады. 10 центнерден 5 аламыз. 15 центнер болады. Ал келесінде неше центнер артық дейді. Яғни 50 мен 10-ды қосамыз. 60. 60-тан 20 центнерді салыстырған 80 центнер болады. 70-ті 40 центнерді 110 центнер болады екен. Осылай арасын неше артық, неше кем екен жазып аласыздар. Келесі 5-ші есеп сәйкестендір. Ауызша дейді. Мысалы, центнерді. Бұл не болады? Центнерде бұл масса болады. Мұнда масса деп жаздым. Ал келесі литр дейді. Литрге бұл сыйымдылық. Қанша сыйымдылығын есептейміз. Литр, миллилитр деп. Ал келесі сантиметрде ұзындық бұл. Яғни ұзындық сантиметр, неше метр, неше километр деп есептейміз ұзындығын. Литрде сыйымдылықты есептейді екенбіз. Осылай жазып қоясыздар балалар. Ауызша есептейтін есеп бұл. Келесі есебіміз 6-шы есеп. Есепті шығар дейді. Анам екеуміз бақшадан бірнеше килограмм шие тердік. 13 килограмм шиеден анам шырын дайындағанда 18 килограмм шие қалды. Анам екеуміз неше килограмм шие тердік. Шие шырынына 13 килограмм кетті, ал қалды 18 килограмм шие. Енді біз барлық шиенің неше килограмм екенін анықтауымыз қажет. Шешуі
13 қосу 18. Екеуін қосамыз. 21 болады. Жауабы барлығына екеумізде, анам екеумізде 21 килограмм шие тердік. Деп жазсаңыздар болады, балалар. Келесі есебіміз 7-ші есеп. Бірінші сөмкеде 1 килограмм сәбіз және 2 килограмм қияр бар. Ал екінші сөмкеде 4 килограмм картоп бар. Қай сөмке ауырлау дейді. Бұл жерде 1 килограмм мен 2 килограммды қоссақ 3 килограмм болады. Мында 3 килограмм және 4 килограмм дейді. Енді әрине бұл ауыр басатын 4 килограмм болады, балалар. Ондықтан үлкен белгісін қоямыз салыстырған кезде. Келесі тапсырмасында салыстыр дейді. 1 центнер азайту 32 килограмм. 1 центнер азайту 23. Қайсысы үлкен болады? 77 болады, 68 болады. Сонда 77 үлкен болады екен. Келесі 62 килограмм қосу 38 100 килограмм. Яғни 1 центнер 52 қосу 38 килограмм. Бұл 90 килограмм болады. Яғни бұл жерде 50 килограмм үлкен белгі, 100 килограмм үлкен белгісін қояды екенбіз, балалар. Келесі есебіміз 8-ші есеп. Шеберханада 1/8 ойыншық жасалды. Оның 7-і темірден, ал 8-ші ең жеңілі ағаштан дайындалды. Кіртастарды пайдаланбай 3 рет өлшеу арқылы жеңіл ойыншықты қалай табуға болады дейді. Біз бұл жерде ағаштықын табуымыз керек. 7-і темірден екен, ағаштан 1-і ғана екен. Соны біз табуымыз керек. Ешқандай кіртас қолданбай, машиналардың өзінің салмағын өлшеп. Мысалы, осы таразының 2 жағы болса, 2 жағына 4-4-тен бөліп аламыз. Бұл кезде де онша байқалмайды, таразымыз теңесіп тұру мүмкін. Келесінде 3-3-ден алсақ, 3-3-ден машинадан салып алсақ, таразға бұл жерде де онша қайсысы жеңіл, қайсысы ауыр екенін онша байқалмайды. Бірақ осы екінші жолмен жолға салып килограмм өлшесек болады. Ал үшіншісінде 3 рет өлшеңдер деген 2 машинадан қойсақ болады таразға. Сол кезде бір жағымыз қатты төменге түседі, ол ауырлау болады. Ал мына жеңіл болғаны бұл жеңіл ағаштан жасалған ойыншық машина осы таразда екенін білсеңіздер болады, балалар. Осылай 3 рет өлшеу арқылы анықтап аласыздар жеңіл ойыншықты. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды, балалар. Каналыма тіркеліп қоңырауша түймесін басып қойыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.